примерно есептесек 2000-3000-нан астам стартаптар біздің программалардан 10 жылдан ішінде өткен. Сіздер бірінші инвестиция кімге бердіңіздер, қалай болды? Кәсіпкерлік деген профессия жоқ қой университетте. Қазақстанда қазір қандай сала көптеген стартаптар шығып жатыр осы жылдар? AI ма, немесе финтек па, айтып кетсеңіз. $5 миллион фондымызды салып болды, 30 шақты стартап инвестиция жасадық, өсіп жатыр. 1 миллиард суммада. Оған дейін 1 миллиард суммадағы инвестиция көлемі болған жоқ. Нарық қай жерде үлкен, қай жерде сен тез ақша таба аласың, ең бірінші кәсіпкерлер сол жаққа барады да. Инвестдала by EA Group. Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге тағы да Инвестдала подкасты. Бұл подкасттың жалпы миссиясы қазақ аудиториясына, қазақ контентінде IT бизнес туралы бір мақалалар, жалпы Қазақстандағы қазақтың қоғамдағы бір табысқа жеткен, жетістікке жеткен адамдардың өмір оқиғаларын жалпы ынталандыру ретінде сіздерге көрсетеміз. Бүгін бізде қонақта Most Holding'дің негізін қалаушылардың бірі Мират Ахметсадықов. Және жалпы мен сізді бұл подкастқа дейін 3-4 жыл бұрын білемін. Жалпы біздің EA Ventures, EA Group'тың венчур саласына келудің бір себепкері болдыңыздар. Бүгін үміттенемін, жалпы бүгінгі подкаст арқылы тағы да көптеген адамдар, көптеген жасөспірімдер осы венчур саласына, IT саласына келеді деп ойлаймын. Жалпы келгеніңізге рахмет. Рахмет, шақырғандар, рахмет. Жалпы подкасттың біздің бір несі жоқ, қайтсам болады, бір нақты қағидалары, бір флоу демекші. Бізде мен бірінші сұрағым, мен сізге жалпы ынталандыру болғандықтан өзіңіздің оқиғаңызды қай елді мекеннен туылып өсіп, қай жерде оқып келіп, осы қазіргі Most Holding'дің ойына қалай келдіңіздер? Рахмет, енді өзім тек қана кәсіпкерлікпен айналысқанмын. Өзі 20 жылдан астам тек қана кәсіпкер болып, ешқандай үлкен бизнестарда, басқа компаниялар жұмыс істеп көрген жоқпын. Сондықтан өмір бойы бір бизнес ашып, бизнесті құрап, партнер болып, одан басқа ісім де жоқ. Сондықтан өзім Шығыс Қазақстанда туып өскенмін. Сол жақта университет бітіргенмін, содан кейін Алматыға көшіп келіп, сол Шығыс Қазақстандағы бизнестерімді сатып, өзім неше түрлі 20 шақты бизнестердің бастамасында болғанмын. Құрылыс саласында, IT саласында, мұнай сервисінде саласында жұмыс істеп көрдік. Әртүрлі бизнестер, енді кәсіпкер болған соң қай жақта возможность бар. Жалпы Қазақстанның шынайы бизнесменнің портреті ғой. Жалпы кішкентай кезінен бизнесті жалпы как фаундер ретінде, стартап ретінде де қарасақ та жалпы неше түрлі success немесе failure кейстер болды сізде. Бірақ қазіргі мысалы бір идеяға келдіңіз. Бірақ мен бір сұрағым, сіздің негізі сонда ешқашан бір корпоратқа немесе бір компанияға жалақы ретінде жұмыс істемедіңіз? Жоқ, жұмыс істеп көрген жоқ. Сондықтан өзіме жалақы алу, отпуск деген мағыналарды түсінбеймін. Өйткені ешкім отпускқа жүріп көрген жоқ. Ешкімнен жалақы сұрап көрген жоқпын. Сондықтан тек қана өзімнің күшіме, өзімнің мотивациямен, ешкімге таңертең сағат 9-да тұрып жұмысқа бару керек деген ойда болған жоқ. Өмір бойы өз-өзіме мотивация жасап. Дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс істеу деген формат. Отпускке шығып демалам деген ондай ойлар енді 20 жылда вообще жоғалып кетті менде. Сондықтан демалыс деген жоқ менде. Кешке барып, үйге барып демалам ойламаймын. Өйткені енді кәсіпкердің ең маңыздысы ол енді өзіне алатын қағидасы бизнес ашу, жұмыс орнын табу, мысалы бір проблеманы шешу мүмкін болуы мүмкін. Кәсіпкерліктің ең маңызды жағы енді ответственность, өзіне алған мойын әлген деген негізі бұл сөйлеп жүретін енді. Мен ойымша бұл парадигма андай ғой. Сіз бір жалақы жұмыс бір жалақыдан екінші жалақыға жұмыс істеген жоқсыз. Мысалы андай отпуск бар, жылына бір 13-ші зарплата деген болған жоқ. Сізге бизнес ашуда негізі жеңілдік, жеңіл да, өйткені мен көптеген достарым бар, жаңағы фанкта жұмыс істейді, Facebook, Google'да, олар айтады, мен стартап бастаса, сен ол жақты көрдің, Қазақстанға келіп істесе, айтады, маған өте қиын дейді. Ол андай бір ыңғайлы, комфортный өмірден, мысалы
бір дүйсенбі күні бастап жұма күні жартылай күн жұмыс істеп, одан кейін жаңа жылына бір ай отпуск күн бар, маған көшу қиын дейді. Мен там үйренгенмін осы. Әрине, сен өзің план, ондай адамдар өмірін өзінің пландай біледі да. Мысалы зарплатамды аламын, осынша пайызын там квартирама жұмсаймын, анысын нетемін, пландай алады. Кәсіпкер болғанса сен ешқашан ештеңе пландай алмайсың, енді былай үлкен алатын. Сәті түссе ақшаны табасың, сәті түспей қалса банкрот болып кетуі мүмкін. Сондықтан енді әрине бизнесінде план болу керек. Қанша там доходность бар, IRR деген сияқты показательдердің бәрін есептейсің ғой. Бірақ енді о жағынан, менде профессиональный деформация дейді ғой. О жағынан профессиональный деформация. Мен кейбірде өзімнің жұмыс істеп жатқан сотрудниктерін түсінбей қалам арасында. Енді олар жаман жақсы емес, ментальность әртүрлі болғандықтан неге сен олай жұмыс істемейсің. Сондықтан көбінесе өзім ашық болған соң өзім ешқашан ондай есікті жауып маған енді бастық, директор болып шет жақта жүру деген жоқ. Өмір бойы ашық болғандықтан бәрі кеп айтады. Бірақ бәрінен сұрайтыным 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеу емес, берген ісіңді дұрыс жасау, бітіру. Егер бір KPI болса, соңына дейін жеткізу бұл ең маңызды маған. Функция ретінде, жалпы соңына дейін бітіріп, жұмысыңды бітіріп, одан кейін сен 9-6 деген бір уақытты бір шеңбер лимитейшн қоймайсыз. Біраз кейстерім болған, жұмысқа алып бір кісілерді жұмысқа алам да, келеді, айтам да, бастаймыз, сен бірақ бірінші ай жұмыс істемейсің деймін да. Неге жұмыс істемейсің? Жоқ, сен просто басқа компаниядан келдің, зарплатаны төлеймін, бірақ бірінші айға саған задание жоқ. Кітап оқы, отыр, адамдармен сөйлес, түсінбейді. Жоқ, в смысле, какая задача деп. Я говорю, жоқ, ешқандай задача жоқ. Бір айдан кейін, давай бір ай екеуміз мозговой штурм жасаймыз, отырамыз, әңгімелесеміз, шай ішейік, біріміз дұрыстап таныйық. Сені топ-менеджер қылып алып жатырмын, ешқандай задача түк жоқ. Давай екеуміз ойлап табайық, қандай задача істейміз, соны барып істейміз. Вау. Бір ай жүрді ғой, түсінбей, сосын бір айдан кейін түсінді. Я говорю, мен сен бір айдан кейін бірақ айттым да оған, ол мен жасаған, өйткені сен ана жақтан келіп, сен автоматически сол жақта жүрген рельске, қайтадан сен рельске түсесің да. Давай мен сен жолды бұзып сайын, екеуміз отырып алдымызда жол жоқ деп ойлайық та. Сол жолды енді өзіміз дизайн жасайық та. Mesela келген бір жолға жасап, осы задачаны жасай. Егер сені креативный мышление дейді ғой, өзіңді кішкене әр адам бала кезінде кез келген ойыншықпен далада тауған таяқпен да ойнай алады ғой. Елестетеді ғой. Бір ертегіде жүрмін, қалай емес, космоста жүрмін, елестете алады ғой. Бірақ бұл енді жас өскен сайын, жұмыс істеген сайын именно креативный мышление атрофируется. Шеңберлерге келіп қалады. Шеңберлерге келіп қалады, мүмкін жабылып қалады. Адамның енді өмір әртүрлі болғандықтан қызық жағдайлар болады ғой. Сонда бірақ адамда ол бар. Ішінде ойлап табу, ойлану, елестету, бір нәрсені енді әр адамның өзінің бір қызық ойлары бар, бірақ оны ұмытып кетті бала кезінен бастап. Соны жасау үшін сен оны рамкадан шығару керексің да. И сол жағынан енді мен басты жұмысым енді операционный жұмыс емес, мен басты жұмысым енді адамдармен жұмыс істеу, мотивациялау, бетіне қарау, көзіне қарау, көңіліне қарау, не істей алады. Кейбірде адамдар жақсы адамдар болғандықтан, профессионал адамдар, жақсы адамдар, бірақ көресінде ол өзінің профессионалдығы призвание емес, өйткені мүмкін әке-шешесі сол профессияға жіберді. Сол профессиядан кейін сол сәті түсіп, сол профессиямен жұмыс істеп кетті. Бірақ ол ішіндегісі күйіп тұрған ондай іс емес. Бірақ 10 жыл, 15 жыл соған уақыт құртып тұрған соң, ол сол рамкада жүреді да. Бухгалтер болуы мүмкін, әртүрлі жұмыс болуы мүмкін. Бірақ ішінде ол мүмкін суретші, музыкант деген басқа да нелер бар. И сонда сен сондай адамды көріп, менде жұмысқа бір профессияға келеді, мен айтам, бір жыл жұмыс істейді, ауыстыр профессияны деп, сол компанияның ішінде профессиясын ауыстырып жіберіп, адамның жұмыс істеп көріп, зарплатаны бәрін сақтайды. Бірақ ауыз сен сонда ғана бақытты боласың, өйткені өз сүйіп жасай алатын жұмысыңды жаса. Профессионалдығына мен саған уақыт беремін, міне тест беремін, осы зарплатаны төлеймін деп. Керемет компания. Мне кажется, мен ойымша бүгінгі подкастта ең көп адам Мост компаниясына жұмысқа тапсырады. Өйткені
біріншіден ол жұмысқа тұрады, одан кейін ішкі қалып қойған гештальт емес, енді бір ішкі нелерін ашуға сіздер септік білдіресіздер. Өте көп септік білдіреміз. Бізде көптеген проекттердің бастамасы біз ойлап тапқан жоқпыз. Біздің жұмыс істеп отқан жанымызда жүрген коллегаларымыз келіп, осындай ойымыз бар, осылай жасайық деп қолдаған ойым бар. Мен өзім 20 жылда талай адаммен жұмыс істеп, өте көп кәсіпкер шығардық біздің бизнеста, біздің компаниялардың ішінен. Өйткені идеямен келеді жас балалар, осындай идеям бар деп. Идеясы ұнап тұрса, сен жұмыстан шығып кетті, осы бизнес жаса, егер ақша керек болса, мен саған бірінші инвестиция беремін деп. Менің көп бала өзі біледі, өздері мүмкін көретін де шығар. Айтсақ та болады, мен бүгін білетін Ануарды білемін, Ануар РС Bootcamp'та шыққан. Бар, өте көп. Менде ондай бір 20-30 шақты бала бар. Біздің бизнесқа дейін, маған енді жұмысқа тұрғаннанға дейін басқа бизнестарда жұмыс істеп, кәсіпкерлікке жақындамаған балалар именно бірге жұмыс істеген соң оны кәсіпкерлікке, басқа жұмысқа кеткен жоқ, тек кәсіпкерлікке кетті. Ондай менде бизнесмен бауырларым деп айтайын, өйткені мен енді жас, соларға мотивация беріп, қалай бизнес жасау керек екенін үйретіп, қазір жақсы бизнесмен, кәсіпкер болып жүргендер қуанамын. Іште андай болмай ма? Бір керемет специалисттен жоғалып жатырмын, болып кетіп бара жатыр. Ол әр адамның өз өмірі, оны не істейсің? Саған келді, уақытын өткізді, максимально салды. Енді кейбір адамдарға түсінетін адамдар айтады, мен жалғыз бұндай мақсатқа жете алмаймын. Мен тек қана командамен жұмыс істеп қана жете аламын. Сондықтан жалғыз кәсіпкерлікке бармаймын. Немесе мен креативный мышлением жоқ. Сіздер ойлап табыңыздар, мен оны экзекьютор орындайын да, сіздер задание беріңіздер деген сияқты. Сондықтан ондай ұғымы бар адамдарға олар қалады, көп жылға қалады. Бірге жанында жүре береді. Бірақ сен айтасың, все түсінікті. Мен саған онда ойлап та отырамын, сен орындай бер. Вау. Енді жаймендеп былай артқа көшсек, мост сіз айтып кеттіңіз, Шығыс Қазақстан облысында тумасы, сояқта оқыдыңыз, сояқта бизнестеріңіз болды. Одан кейін Алматыға келдіңіз. Алматыда мысалы қазіргі партнерларыңызды қалай таныстыңыз? Бұл идея қайдан пайда болды? Алиммен, Павелмен осы мост холдингті ашу, жалпы енді менің білуімше Алим Алматыдікі, Павел ол да Шығыс Қазақстан облысының тумасы емес. Жоқ, Қарағандының тумасы. Жалпы үш жердің үш дос келіп бір осындай идеяға қалай келдіңіздер? Енді бизнесті құрудың неше жолдар болады. Біз Алим Паша үшеуміз дос болып келген жоқпыз бұл бизнесқа. Біз бірінші орында партнер болып келдік бизнесқа. Сол партнерлықтың арқасында дос болдық. Сондықтан айтады ғой, бизнес построен на партнерстве или дружба построена, бизнес построен на дружбе. Сізде жақсы кейсі. Именно бизнес построен на партнерстве болып тұр ғой. Өйткені біз оған дейін таныссақ та дос болған жоқпыз, көп қатты араласып жүрген жоқпыз. Мен енді 2014 жылы ма, жоқ оған дейін 2011 жылы клуб молодых предпринимателей, жас кәсіпкерлер клубы сол Паша ашқан. Ол кезде тағы да партнерлар болған Пашамен бірге. Сондай жас кәсіпкерлердің клубын ашып, сол клубтың қатысушысы болған. Келіп жүргем, олардың әртүрлі митингтарына, митаптарына, Айдын Рахимбаев келетін, Смагулов келетін, сондай кісілерді шақырып, оларындай бизнес-вторник, завтрактар жасап жүретін. Сонда қатысып жүріп, көрдім, Пашаны көріп жүрдім. Сосын 14 жылы Алим қосылған кезде Паша екеуі бірге уже клуб емес, бизнес-инкубатор құрады ғой. Мост деген аты сол кезде пайда болады. 2014 жылы, 10 жыл бұрын мост пайда болды. Бірақ бастамасы 11 жылдары. Сондықтан сол кезде басталған соң, уже инкубатор болған соң, маған өте қызық болды. Как раз сол кезде мен MBA-мді бітіріп, мен мостқа финансы туралы лекциялар оқимын жас кәсіпкерлерге. Бірақ өзімізде жас болдық қой бәрібір. Бірақ енді опытым болған соң финансовая организация деген темаларға өзім кеп сол жас кәсіпкерлерге лекция оқитынмын, өз түсінігімді түсіндіретінмін. Жизненный баланс деген әртүрлі, колесо баланса деген салып, енді қанша сол кезге түсінгені бойынша. Қазір қарасаң күлкілі енді айтқаным, бірақ енді өзімнен де жас балалар болғандықтан оларға да бір мәлімет болсын деп бөлісіп жүрген кезімде 2017 жылы бірге болдық. Мен сосын 2015-16 жылы мост ең бірінші школа наставничество бастаған.
иә енді қазіргі кезде наставник деген анау социальный сетьте бәрі жерде жүр бәрі наставник. Вообще енді наставничество кәсіпкерлікте біз ең бірінші болып бастағанбыз Мостта. Бұл официальный американский лицензия алғанбыз. Young Business International деген бір Young Business International деген үлкен не бар, ассоциация бар. Олар именно наставничествоны үйретеді. Бір жыл бойы бір кәсіпкер екінші кәсіпкерге наставник болу несі бар, жолы бар. Соны үйретіп, мен сонда бір жыл бір кәсіпкерге наставник болып өткем. Өте қызық ол әңгіме, өйткені мен наставник болған қыз бала, сосын Пашаның жолдасы болып үйленеді. Бірақ сол кезде ғана танысады олар. Сондықтан мен Пашаның жолдасына бірінші наставник болған кәсіпкерлікте. Сөйтіп жүріп енді танысып араласып жүріп, бірақ өз бизнестарым болған соң қатты, бірақ өте қызыққам бұл стартап индустрияға. 2014 жылы өзім де стартап жасағам, сондықтан өте қызығып жүрген соң 17 жылы ма 18 жылы бір кездесіп Пашамен бір қосылайық, бірге жұмыс істейік, өзім ақшамда болған ақша құяйын, дамытайық деп бір сөйлестік та. Сосын Паша Астанаға көшіп кетті, сөйтіп жоғалып кеттік та, уақытымыз біраз болды. Мен Ақтауда бір проекттер алып, сол жаққа 1-2 жылға барып келгем. Сол кездер енді қатты араласпай кеттік, бірақ мен постоянно Мостқа көмектесіп жүрген соң, танитын болған соң жанымызда болды. Бірақ 20-шы жылы бір сәті түсіп, өзі Ақтауда бір проекттерім жабылып, мына жақта мен бір бизнесім банкрот болып, сон бір арасында бір пауза болды да, бос уақытым. Сол бір бос уақыт болғанда бір 10 күн шығар. Кәсіпкерде көп бос уақыт болмайды. Бір үшінші қызым босану кезінде как раз осы жер уақытта демалайын, жолдасым босанып жатыр, бала қарайық деп бір 10-15 күндік пауза болды. Ары қарай не істегім келеді деп, бұрынғы бизнестерім жалғастырғым келмейді деп, басқа жауап жасайын деп, именно Мосттың стратегиясын жазам. Өзіңіз? Өзім. Али мен Паша. Ешкіммен сөйлеспедіңіз, өзіңіздің? Иә, өзім енді Мосттың базасында қандай не жасауға болады. Венчурный фонд жасауға болады, анау деп клуб жасауға болады деп. Соны Алимен бір-екі рет кездесеміз, сөйлесеміз. Сосын ол қызық оқиға 6 қаңтар күні, 2020 жылы 6 қаңтар күні біздің 3-ші қызымыз босанады. Енді как раз жаңа жыл өтеді, 6-шыға босанады. Мен сол роддомнан шығам, қызымды сол бірінші маған ескертуге береді. Сол роддомнан шығамда сразу Алимге звондаймын. Алим қайдасың десем, офиста отырмын, қазір келемін деп. Роддомнан сразу офисқа барамын да, и партнерство туралы предложение жасап, стратегиямды көрсетемін. Өте ол айтады, бізде осы ойлап жүргенбіз, бір қол тимей жүрген, Паша Астанада жүрді, ол кезде Зердейді Астанаға қашып, сол жақта кішкене қолы босамай жүрді. Как раз Алим жалғыз болып кішкене қиналып қалған ситуациялар болған. Сондықтан жаңа күш келген соң мен айттым, бұл қазіргі кездегі бір-ақ организация болды, ТО бизнес инкубаторы. Бұл бизнес инкубаторға маған ешқандай пайыз, доля түкке жоқ. Жаңадан компания ашайық. И жаңа компанияға жаңа бизнестер жасайық. Сразу мен енді холдинг ашуда енді профессионал емес, бірақ бұл 3-ші холдингім ашып атқан. 3 попыткам болған, Мост 3-ші попыткам. Мен бір бизнес жасай алмаймын да, мен егер бизнес жасасам, сразу холдинг болып кетеді. Қазақстанда бір бизнеспен жүруге қиын болған соң, бәрі көбінесе группа компания. MBA-ден келген не ма сізге? Жоқ, білмеймін, мен енді холдингі структураның управлениясын жақсы көремін да. Ол жерде неге холдинг компания? Өйткені холдингі структурада сенде дочерний компаниялар болады ғой. Дочерний компанияда руководитель болады, директор болады. И сол директор операционның бәрін жұмысын жасайды да. Мен өйткені операционканы өзім қатты жақсы көрмеймін. Енді керек кезде жасайсың, бірақ менде стратегический управление жақсы. Сонда холдингі структура өте стратегический управлениеға ғана қарайтын структура ғой. Сондықтан мен именно холдинговый структурамен жұмыс істегім келеді. И мен сразу айтамын, давай Мост холдинг деп ашайық. Хотя компания те жоқ, Али мен Паша мүмкін түсінбеген шығар, не ол Мост холдинг. Мен ішімде картинам болды ғой, сол айттым, давай осы картинаны Мостпен бірге жасайық. Жақсы жігіттер. Сөйтіп бірге бастап кеттік. Жарты жылда бірінші венчурный фондтың қағаздарын жасап, инвестиция жинап, клубты бастап, сөйтіп бастап кеттік. Сондықтан бұл енді Алим мен Пашаның фундамент жасап қойған. Бірақ неше этажды, неше қабатты үй салатын білмеймін. Мен Пашаға айтамын да, сендер көру стадиялар болады ғой.
ең бастысы Али мен Пашаны жасап қойғаны, бұл анау өзіне бір елестетіп көрсең, былай Али мен Паша осы 2011 жылдан 2020 жылға дейін Таймс-скверде бір бос жерге забор салып қойған ғой. Иә. Осындай жер бар, забор бар, жер олардікі. Бірақ здание түк жоқ. То есть бірақ потенциалы мықты. Мен сол потенциалды көрдім, жігіттер сен жасап жатқан жерлерін өте күшті жер. И соны мен Пашаға айтамын, енді давай фундамент салайық. Сөйтіп 2020 жыл мен келген кезде бірақ бұл жерге кіріп, бұл заборды кіріп, ешкім оны алып алмай өмір сүріп, осы жерді ең күшті, ең қымбат жерде жер ұстап отырғаны уже бір жетістіктері сол уақытқа. Сондықтан давай осы жерге салайық деп, сосын бірінші сол 2000 жылдан бастап фундамент жасадық. Қазір біз енді көп айтады, енді инвестиция жасап жатырмыз, бірнеше фондымыз жасады, хаб аштық, неттік. Енді бүгінгі стадияға келсек, менімше біз бір 3-4 этаж төменге қарай фундамент қазып, фундамент қойып, енді бірінші этажға келдік. Біздің стадиямыз бойынша біз әлі ешқандай не бас көріп, Таймс-скверде салып көрмедік. Біз енді ғана фундаментті салып бітірдік. Сондықтан жолымыз енді басталып жатыр деп айта аламын. Сіз психотип бойынша, мне кажется, визионерсің. Өйткені 100 тест тапсырған, мен психология өте жақсы көремін. Наверное, тесттерін барлығын тапсырған шығармын. Тесттердің неше түрі, галлоп, диск деген неше түрі. Сондықтан өзімді жақсы білемін. Хорошо. Өзімнің айтады, слабый сторон дейді. Бұл оқиғасында кезінде Али мен Пашаның клуб предпринимательден басталған. Одан кейін сізге келіп, оны уже Мост холдинг ретінде ашып. Қазір мысалы өзіңіз көбірек айтып кетсеңіз, Мост холдинг ішінде қанша структура бар? Қанша направление? Компания көп, юридически айтатын болса енді. Жоқ, юридически емес. Ең бастысы біз қазір 4 направлениеге бас көзіміз сол жерде. Енді бір орындықтың 4 аяғы сияқты. Мост холдинг ең бастысы. Бірақ саппортинг, көмектесіп жатқан басқа да компаниялар бар, мысалы медиа деген сияқты, клуб деген сияқты. Бірақ ол ең басты маңызды емес. Ең бастысы әрине бұрыннан келе жатқан, сөйтіп айтатын болсақ, ең бастысы бұл образование, білім беру. Біздің Мост бизнес инкубаторымыз, бизнес интеллигенс деп аталады. Бұл акселератор, инкубационный программа, хакатон, барлығы бізде енді шулатып жатқан программалар. Біз енді әлі күнге дейін санай алмай жүрміз да. Бірақ примерно есептесек, 2000-3000-нан астам стартаптар біздің программалардан 10 жылдан ішінде өткен. 2014 жылдан бастап. Сондықтан енді бізде IT предприниматель Мостты білмейтін, Мосттан өтпеген, Мостқа келмеген жоқ деп ойлаймын. Сондықтан 100%. Ең бастысы, ең бізге қатты ұнайтыны бұл білім беру саласы. Бірақ білімді тек қана біз кәсіпкерлерге береміз да. Өйткені бұл миссиямызға біздің керек. Өзім кәсіпкер болған соң, басқа кәсіпкерге көмектескім келеді. Сондықтан біз андай IT школашы, программист оқытпаймыз. Біз тек қана көбінесе кәсіпкерлерге көмектесетін программалар жасаймыз. Сондықтан ең басты бизнесіміз, бір бизнесіміз бұл білім беру саласы. Біздің бизнес инкубаторымыз. Тек қана осы 3 жылдың ішінде 500-ден астам стартап біздің акселераторды өздерің келіп көріп жүрсіңдер. Investment Readiness Accelerator. Ол өзіміз ойлап тапқан аты, өзіміз ойлап тапқан программа. Али екеуміз 2020 жылы подвалда отырып, бұл кезде ковид басталып кетеді ғой. Тығылып подвалда отырып жұмыс істеп соны жасаған программамыз. Бірінші 2 потогын өзіміз өткізгенбіз полностью. Сосын ары қарай уже дизайн жасап, ары қарай команда алып кетті. Сондықтан сол жасап жатқан білім саласы бізге өте маңызды. Ары қарай жалғастырамыз. Өте көп ол енді ақшалай табыс әкелмесе де бізге социальный ответственность өзіміз. Мен ойымша ол фундаментальный жұмыс. Фундаментальный жұмыс. Өйткені бізде кәсіпкерлік деген профессия жоқ қой университетте. Кәсіпкерлікке бізде ешкім үйретпейді. Бізде кәсіпкерлер тек қана өзі рискке, тәуекелге барып, бір нәрсе құрып жатқан адамдар да. Сосын өздері барып, соны бизнесте талай ошибкаларын жасап отырып қана білімін алады да. Бірақ кәсіпкерліктің енді естідім осы 1-2 жылда кәсіпкерлік профессиясын ашқан Алмаюда ма тағы бір жерде. Бірақ кешті. Мені жалпы сырттай көзқарасым емес, мысалы нарықтан да. Венчурға біздің айтып кеттім, венчурға бізді әкелген. Жалпы Мосттың біз
басында бәріне қатыстық. Білмейміз, венчур деген не ол. Мен жалпы прямой инвестициядан келгенмін да, Казатомпром деп. И менің ойымша андай венчурлық инвестиция андай что-то модное, бірақ маған непонятный болды. Маған түсініксіз болды да, бірақ тәтті, көрініп тұр күшті. Бұл туралы сөйлескенде күшті, сөйлегенде күшті. Бірақ іште түсінбейміз, не болып жатыр, не үшін. Және деп ол білім беруден басқа инвесторлерге білім беру деген бар ғой. Инвесторлерге де білім беру. Соның көбіне қатысты. Өйткені ол кәсіпкерлерге инвестиция табу, ал инвесторларға қалай инвестиция беру, екі жағынан да білім беру керек та. Өйткені екеуді ақшаны алу, ақшаны беру мағынасын түсіну керек та. Юридический жағын түсіну керек, психологический жағын түсіну керек. Өйткені ақша беру, ақша алу деген ол өте маңызды. Екінші направление біздің хаб 2015 жылы ма, 14 жылы ма нархозда бірінші хаб ашылған. Ол кезде как раз нархоздың ректор болып шетел азаматы келді. Ол білімі бар да, бизнес инкубатор не деген. Өйткені басқа университеттерде жұмыс істеп бизнес инкубатор жоқ болған Қазақстанда. Сол бірінші нархоздың территориясында көбі ойлайды нархоздың бизнес инкубатор деп. Жоқ, біз арендаға алып сол жерде жасап отырдық. Біз нархозға қатысымыз жоқ. Фокуста нархоз студенттер деген болған жоқ сіздерде. Болған жоқ. Бірақ егер келсе ашық болатын есіктеріміз, бірақ тек қана нархозға жасап жатырмыз деген миссия болған жоқ. Сондықтан нархозда жасады. Сол үшін енді мен өзім көп жыл бойы құрылыс саласында жұмыс істеген соң маған зданияны қалай салу, қалай оны орнату, қалай жұмыс істеу деген бәрін түсініп болған соң нархоздан 20-шы жылы біз көшіп кеттік қой. Нархоз ремонтқа капитальный қазір күшті болып ремонт жасап қойды ғой. Сол 20-шы жылы жабылған кезде біз де шығып кеттік ол жақтан. Өйткені олар ремонтқа жабылған соң бәрін жапты да. Біздің де сол жердегі хабты да жапты. Сол 20-шы жылы отырған кезде сол Алимен екеуміз отырып, қой мынау басқа хабты да ашу керек, болмайды, мынау өте күшті модель. Ол айтады, мен құрылыс жағын білмеймін, саспандар, мен құрылыс жағын білем. Қазір моделін тауып, сөйтіп осы біздің Алматыдағы 5000 квадраттай жерде сол хаб аштық. Ол да біздің екінші бизнес, бізге өзімізге ұнайтын. Бір есік жабылса, екінші есік ашылды сізге. Сөйтіп жаңадан бизнес хаб ашып, ойымызда тағы да бір-екі хаб ашу бар. Сондықтан сол салада жұмыс істеп жатырмыз. Ол екінші бизнес. Енді үшінші бизнесіміз өте маңызды бізге, ол инвестиция саласы. Өте үлкен блогымыз. Біздің енді ең қиын жағы мүмкін уақыт бойынша 1 жылдай лицензия алдық қой. Сол МФЦ-да лицензия алу, өйткені инвестиция жасау, лицензия тексерілетін, аудит жасайтын енді сала ғой. Енді біреуден ақша алу деген өте, және оны управлять ету жағынан өте маңызды болғандықтан, өте қиын болғандықтан, сол 1 жыл бойы лицензия алып, инвестиция жағынан қазір бізде бірінші фондымыз бітті, $5 миллион фондымызды салып болдық, 30 шақты стартапты инвестиция жасадық, өсіп жатыр, жұмыс істеп жатырмыз олармен. Екінші фондымызды аштық, келесі жылы инвестиция салып бастаймыз, уже үлкен $30 миллиондық фонд, $30 миллион ақша саламыз стартаптарға. Сосын үшінші фондымыз регистрациядан өтті, келесі жылы бастаймыз деп ойлаймыз, ол акселератор фонд. Тура Y комбинатордың моделі бойынша. Біздің акселераторымыз бар ғой. Бірақ енді акселератор ақша беріп бастайды. Өйткені біз бұған дейін акселераторымыз ақша бермейтін. Тек қана кіресің, оқисың, соңында мүмкін біз ақша береміз. Гарантия жоқ, бірақ мүмкін. Оқу тегін болып саналады. Оқу тегін болып саналады. А қазір енді Y комбинатор сияқты, егер акселераторға түссең, бір небольшой сумма, тиесілі бір суммасын инвестиция береміз. Сондықтан акселератордың кішкене ішінде, 3 айдың ішінде сол ақшаны қолданып бір тез өсіп кетуге жағдай пайда болады да. Сондықтан біз бұл модельді айтырмын, 3 жыл бойы тексердік. Сондықтан акселератор фонд келесі жылы онда запускать етеміз. Да, тағы да бір инициативаларымыз бар фонд жағынан. Көреміз енді қалай жүріп жатыр. Сондықтан инвестиция блогы үлкен. Осы жылы біз Америкада компания аштық, Сингапурда компания аштық. Өйткені кейбір инвесторлар Қазақстанға кіре алмайды да, юридический проблемалар бар. Сондықтан біз америкалық инвесторлар үшін американский компания аштық, Азияда жұмыс істейтін инвесторлар үшін Сингапурда компания аштық. Сөйтіп екі жақта компания, команда бар. Сондықтан да ақша алып Қазақстан, тек қана Қазақстан емес, Центральный Евразия деп айтамыз ғой, орталық Евразия мемлекетіндегі жұмыс істеп жатқан стартап IT компанияларға, тек қана IT емес, біз дұрыс айтқан технологичный компания, тек компанияларға инвестиция жасайтын фондтарымызды ашылып жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан бұл үшінші бізге ең басты
саламыз, бұл инвестиция саласы. Окей. И төртінші, бұл жаңадан бастамамыз, осы жылы бастаған, бұл Необанк. Біз официально заявить еттік қой ол туралы. Бұл Необанк тек қана кәсіпкерлерді қолдайтын ғана финансовый институт деп жұмысын бастап жатырмыз. Бұл біздің стартабымыз, былай айтайық. Егер басқа үш бизнес, бұл бизнес, классический дивидендный модель, ертең ақша тапса аламыз. Төртінші модель, өзіміз көп стартапқа біз единорог бол, $1 миллиард бағасына үйретіп жатырмыз, Америкаға масштабируйся дейміз, неше түрлісін айтамыз ғой. Бірақ өзіміз бұл жолды өткен жоқпыз да. Сондықтан бір өзімізде кәсіпкерлік бір амбициямыз ішінде болды. Мен бұрыннан бері бұл теманы сосын Паша Алимен кездесіп, бір тәуекелге біз де барайық, бір өзіміздің стартапын жасайық. И бұл стартаппен өткен жолымызбен басқа өзіміз инвестиция жасап жатқан компанияларға да, басқа да бәрі в принципе түгел нарыққа үйретейік те өзіміз. Өйткені бізде енді позициямыз стартаперский емес қой. Өйткені біз енді айтады ғой, читинг жасай аламыз. Өйткені біз чит кодтарды білеміз. Енді венчурның ішінде жүрген соң инвестиция қалай тарту керек, қалай өсу керек, қандай адамды алу керек, есік тұру керек, қандай показатель бар, бәрін білеміз ғой. Сондықтан біз енді позициямыз кішкене қиынырақ или оңайырақ деп айта алмаймын, бірақ позициямыз бөлек. Сондықтан бұл біздің өзіміздің единорог болатын амбициямыз. Осы туралы көбірек сөйлессек. Әр блок туралы сөйлесуге де болады, бірақ мен соңғы жаңағы тақырып бойынша Необанк деп айтыңыз, ол қай мемлекет? США, ақш-та? ақш-та да, қазақстанда да. И ол банк лицензиясы да бола ма? Жоқ, енді мен екеуміз бір неде болу үшін, бұл банк жаңа бұл шешімі стартаптардың жалпы финансовалық жаңа периодтарында бір кризис немесе бір уақытша ақша болмай жатса, сіздер бір short term loan қарыз бере аласыздар. Бұл сұрақ, именно бұл идея нарықтан келді деп айтуға болады. Өйткені өте көп кәсіпкерлер бізге ақша іздеп келеді ғой енді. И ақша іздеп келген кезде, мысалы, $500 мың, біреуіне $1 миллион керек дейді. Я говорю, не үшін сонша ақша керек саған деп сұрайсың ғой. Ол айтады, ой, маған $100 мың, $200 мың разработкаға керек, зарплата төлеймін. Қалғаны товар сатып алу керек, или бұл контракт жабу керек. Сонда мен айтамын, бұл тапқан ақшанды бұл сұрап жатқан ақшаны екіге бөлу керек. Енді біз айтады ғой, equity финансирование, бұл доляны сатасың, а бұл working capital, бұл саған кредит беру керек, қарызға алу керексің. Өйткені бұл ертең контракт орындаған соң қайтарып бересің. А сен қазір бұл ақшаны алу үшін доляны сатасың. Бұл өте қымбат инструмент деп айтады ғой. Сондықтан сен екіге бөлігісің. Бірақ ол айтады, Қазақстанда маған ешкім ақша бермейді, мен стартаппын. 2 жыл болсын, 3 жыл болсын, неше жыл жұмыс істеп жүрсің да, залогым жоқ. Беретін банк болған соң банк бере алмайды. Банк үлкен рискқа бара алмайды ғой. Өйткені ол банк енді бұл халықтың депозитіне ақшасын алып, бұл қатты рискқа ақша беру дұрыс емес ол жағынан. Сондықтан хотя бірақ риск бұл вопрос, насколько ол риск екен. Просто оларда скоринг, есептеу жағда. Сондықтан бізге көп компаниялар келіп, біз басында өзіміз ақырында қарыздар бере бастадық. Бір жыл, 2 жыл бұрын даже сол IT стартаптарға не публично $100 мың, $200 мың қарыз бере бастадық та. Өйткені енді көріп тұрмыз да, саған қарағым доля сатып керек жоқ. Давай мен саған қарызға берейін ақшаны, сосын қайтарасың, үстіне қосып нарықтың бір процентімен или долямен қайтарасың, бәрібір айту саған бір қолдау көрсетейік. Сөйтіп осы түсінікті тексеріп, 1 жылдай чисто каздев жасадық, тексердік. Қанша адамға бұндай көмек керек? Қанша кәсіпкер Қазақстанда банкке барып ақша ала алмай жүр? Қанша кәсіпкер Америкада сөйтіп жүр? Сонда біздің түсінік бойынша енді банк саласы, финанс саласы өте консервативті қой. Бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатқан экономика бәрі қазір айтып жатыр ғой, банктен бәрі жақсы ақша тауып жатыр деген сияқты. Тек қана Қазақстанда емес, басқа жақтарда. И сондықтан осыны түсінігіміз көрген соң,
и бәр жақта көбінесе необанктар, енді ол необанк деп айтқан, неге нео дейді, өйткені банковский лицензиясы болмайды. Өйткені олар ескі банктардың лицензиясын қолданып өзінің надстройкасын жасап басқа клиенттермен жұмыс істейді. Шетелде көп қой, онда Mercury бар, N26 бар, неше түрлі банктер бар. Өздерінің лицензиясы жоқ, басқа біреудің лицензиясында жұмыс істейді. Бұл заң бойынша заңды жұмысты сондықтан. И біз ойладық, Қазақстанда енді қайтадан жаңа банк ашу ешқандай смысл жоқ. Қазақстанда банк ашсаң, сен регулятор екінші күн жауап салуы мүмкін, өйткені оның еще жұмысы көп қой, мыңдаған нәрсе ашу керек. Сондықтан біз лицензия жұмысына бармай, тек қана кәсіпкерлерге финансирование беретін. Біз қазір өзіміздің микрофинансовый организациямыз бар, басқа банктермен де жұмыс істейміз. Не лицензированный виды деятельности дейді ғой, енді лицензия керек емес финансированиялар, инструменттер бар. Солардың базасында өзіміз бір необанк ашып жатырмыз. Сол командамыз бар, разработчиктарымыз бар. Бірінші раунд инвестиция. Біз стартап сияқты бірінші раунд инвестиция жасадық. Ішкі инвестиция ма? Жоқ, ішкі емес, именно внешний жасадық та. Что мен бұл стартапты ертең бұл гараждан шықпаған стартап деген сияқты әңгіме болмау үшін кәдімгі нарыққа барып, питчдек жасап, долямызды сатып, отдельно бөлек бір организация жасап, бірақ необанк деген аты қолдануға болмайды заң бойынша. Банк дегенді ат жазуға болмайды, өйткені сенде банковский лицензия жоқ болса жаза алмайсың өйтіп. Сондықтан ол сіздің бастамаңыз ба? Most Holding фаундер ретінде? Most Holding'да фаундер ретінде, өзімді фаундер ретінде ішінде бармын. Сондықтан енді идеяны мен берген соң енді как фаундер ішінде жүрмін, Most Holding'да ішінде бар. Сондықтан жуықта Еркін Тачевтен инвестиция алдық, Асқат Сагдиев деген тоже банкерлар енді идеяны осы бірінші раундта кірген адамдар. Тағда да бір 2-3 кәсіпкер бар, кім кірген. Сондықтан бұл таза стартаперский история. Сол үшін мен біздің партнерым Павел Коктышев, Паша, қазір Америкаға көшті. Көшкенде енді бірінші бастамасы көреміз ары қарай қалай болатынын. Ол Америкада біз гипотезаны екі мемлекетті бірақ тексерейік деп жатырмыз. Қазақстанда берген, біз енді IT жағы да бар. Қазақстанда берген ақша қалай жұмыс істейді, қандай салаға береміз, тура соны Америкада тексеріп, егер бір ниша тапсақ, екі жаққа да жұмыс істейтіндей. Өйткені енді әрине біз енді барлық стартапқа айтамыз, Қазақстанда сен разработкаң болады, R&D офисің болады, осы жақтан масштаб ете аласың деп айтқан соң, өзіміз тура сол жолды жасайық деп отырмыз да. Қазақстанда жасаймыз, Қазақстанда тексереміз, Қазақстанда жұмыс істетеміз, и сол продуктты американский рынокқа масштаб етеміз. Керемет бастама, сіздерге сәттілік. Өйткені бұл жалпы проблеманың барын бүкіл инвестор білетін деп ойлаймын. Жалпы біздің даже әрқайсының портфель компаниялардың өзінде осындай кішігірім проблемалар болады, именно бір 2-3 айға ақша керек болып қалады, debt financing немесе бір жаңа нарыққа шығады, бірақ оған қайтарымды бір сумма да, ол қайтарылады. Оларға жаңа раунд ашу, біріншіден уақыт, фокус кетеді. Көбінесе банкке барса, оны скоринг жасай алмайды, проценті немесе көп қылып жүреді, жаңа рисковый болғаннан кейін. Сондықтан керемет бастама, и сіздер бұл нарықта фундаментальный бір инвестор ретінде болғандықтан білесіздер ғой, көп жалпы қасында қанша стартап бар, сіздерде таза табиғи органический бір шешім болды деп ойлаймын. Біз енді өзіміздің Most компаниясы миссиясы да технологический предприниматель деп айтамыз, өйткені енді барлық кәсіпкерлерге көмектесе алмаймыз, енді ондай жағдайымыз жоқ. Сондықтан біз тек қана технологический кәсіпкерлер дейміз ғой, енді технология саласына жақын кәсіпкерлер. Ол айтишник болмауы мүмкін, бірақ бізде көбінесе білесің ғой, стартап жасайтын барлық айтишник емес. Көбі жай кәсіпкер IT саласына кіріп, IT өзіне партнер тауып, мүмкін технологический партнер дейді ғой, кофаундер. Сөйтіп жүрген балалар. Сондықтан біз тек қана осы кәсіпкерлердің арқасында талай өзгерістер жүріп жатқан соң, именно IT саласы өмірімізді ауыстырып жатыр ғой. Сол кәсіпкерлерге жан-жақты қолдау көрсететін экосистема құрып жатырмыз да. Оған білім береміз, IT компания қалай салу керек, қай жақтан инвестиция. Оған офис береміз, егер керек болып жатса.
хабымыз бар, экосистемаға кіреді. Оған equity финансирование, венчурных инвестиция береміз. Енді төртінші жетпей тұрғаны ол краткосрочный финансирование болып тұрды да. Өйткені мынау сен ұзын ақша бергенде, ол барып қысқа ақша таба алмай қалса, сен ұзын ақша берген риск болып қалады да үлкен. Иә. Ну, өзін қамтитын не ғой. Бірақ бұл мен білуімше сұрақ қоя салайын, мен білем, бірақ жалпы бұл деп файнансинг тек өзіңіздің портфельде компаниялар болмайды ғой. Өзіңіздің жаңағы сізден оқып кеткен стартаптың жалпы нарықта өткен біз кеше ғана бір IT стартапқа атын айта алмаймын қазір әлі. Бірақ 100 миллион теңгедей сумма бердік, біздің портфель емес. Жалпы рыночный условия, нарықтық. Дұрыс. Енді венчурлық фондқа оралсақ, сіздер бірінші инвестиция кімге бердіңіздер, қалай болды? Бұл процесс өткеніңіздер жалпы жақсы айтып кеттіңіз. Басында жаңағы клуб предпринимателей, потом бір мост холдинг, одан кейін жаңағы хаб салдыңыздар. Енді венчурлық фондта жалпы осы туралы үйретіп жатсыздар. Және команда жинадыңыздар. Енді бірінші инвестиция қалай болды? И қалай айтсам, бірінші инвестиция әрдайым өзіңе жақын болады екен. Яғни бірінші инвестиция бәріне көбінесе аты әйгілі Жандос болған, 100 грамм. 100 грамм. Иә. Енді оның проектісін жақсы танитынбыз, оған дейін де білетінбіз, жақсы араласып жүрдік. Сеніміміз болды проект дұрыс болатын. 2021 жылы, как раз сол кезде Quest Ventures деген сингапурский фондтан да раунд жауып отқан. Сондықтан біз сол раундқа қосылып 2021 жылы бірінші инвестиция, бірінші компания, ақша берген компания осы 100 грамм болған, Жандос. Жалпы Қазақстанда менің өзімнің observation, өзім байқағаным да, жылдан жылға стартаптардың, фаундерлердің білімі демеймін, деңгейі дамып келе жатыр. Оған себепкер бірден бір сіздер, одан бөлек жаңа Нурис бар, Астана хаб бар. Ол бірақ сіздердің айырмашылығыңыз, сіздерде мемлекеттік финансирование емес та, частный, өздеріңіздің сол үшін мен өте жаңа не қыламын, сіздерге мақтан етсем, біраз айтқан, әлемге айтқан молодцы, өйткені олсыз нарық алға жүрмейді. Өйткені фундаментальный игроктар керек. И мен жылдан жылдан байқайтыным, деңгей өсіп келе жатыр. Ол менің ойымша көптеген жаңағы акселераторлар, инкубаторлар, өйткені бәрі ойынның ережесін біледі, правила бәрі біледі, дайын келеді. Там қазір бар ғой, келіп инвестордан 3 сұрақ қою керек, мынандай. Келіп, мен байқап жатырмын, келеді, маған бір 3 сұрақ қояды, там сіздің чекіңіз қандай? И мен ойлап қоймын, я попал вот сенің өткені ашыласында жаймен деп, сенен сұраған кезде мен байқайтыным, осының бәріне жалпы сіздерге және Астана хабқа чуть меньше, потому что олар мемлекеттің ақшасымен. Жоқ, Астана хабтың өте салыватқан үлесі көп. Біз енді арасында себепкер болуымыз мүмкін, бірақ ең басты оқытушы кәсіпкердің өзі. Біз енді себепкер боламыз, басын айтып береміз, бірақ нарықты үйрететін бұл кәсіпкерден кәсіпкерге беретін мағлұмат. Химия, вот это бір-біріне бөліскен нетворк, біріне бөліскен лайфхактар, бірінен бөліскен қандай проблемадан өтті. Сондықтан біз енді білім деген енді ол кітап оқу сияқты, бірақ енді кітаптағы жазылғанды өмірге бірінші өмірде жасап көру керек. Сосын барып түсінесің, бұл кітаптағы сияқты жұмыс істемейді. Сен оны басқаша жасайсың, ол жұмыс істейді. Сосын барып қайтадан кітапты оқысаң, бұл кітапты мен дұрыс түсінбеппін ғой деп ойлайсың. Мына жерінде былай екен. Ол кітап дұрыс емес, сен кітапты оқыған кезде түсінбейсің. Сондықтан біз білім берген кезде дәл дұрыс, олар дұрыс түсінді деп ойламаймыз. Мен де түсінемін, мен айтам, сендер тыңдап жатсыңдар, бірақ бәрібір барып өздеріңізше жасайсыңдар. Сосын барып қателесіп келген соң айтасыңдар, енді түсіндім, ол не туралы айтып жатқан. Сондықтан кәсіпкердің бізге енді нарыққа ең маңызды үлес қосып жатқан бұл осы IT саласындағы кәсіпкерлердің саны көбейіп келе жатқан соң, олар деңгейі де өсіп жатыр. Деңгейі де өседі. Өйткені олар бір-біріне көмектеседі, бір-біріне қарайды. Яғни OneFit-пен сөйлестім деп жатсың ғой. OneFit мысалы Мексикаға шығып жатыр. Бұл Мексика қалай шықты? Ертең Мексикада жақсы жүріп кетсе,
иә қанша қазақ Мексикаға барады? өйткені Жүздеген барады. жігіттер осында Мексикада там Былай жұмыс істеу керек дейді. иә. Сондықтан ол біз енді Мексикада қалай жұмыс істейтінін біз үйрете алмаймыз, Астанаға үйрете алмайды. иә. Ол тек қана кәсіпкерге ғана бөлісе алады. жалпы Бірақ енді біз себепкер болу керекпіз. фундамент қой, фундамент жалпы қызықтыра білу IT саласына, жалпы стартап, жалпы осы подкасттың айту миссиясы. Жалпы бір азамат бар, өте білімді, өте профессионал өзісінің, бірақ ол шешімге келмей жүреді. Ол мысалы жұмыс істеп жүр, не ол жүр. Бірақ сіздердің бір сессияға барып, сіздердің немесе Астана Хаб бір сессиясына барып, дәл осындай бір оқиғаны, дәл осындай бір история, біреудің өміріне алған, мысалы мен осында жұмыс істедім, одан кейін былай бүйттім, көрсетеді жолын, мен жеттім. Қазір мысалы ортақ табысы, жылдық табысы 100 есе өскен мысалға. Одан кейін олардың осыған көшуі оңайырақ, себебі өткен ол мақұл мен көшем дейді, бірақ одан кейін уже примерно мен состав бастасам қазір, менде бір не бар, хендбук бар да, мен не істеймін? Бірінші барамда инкубаторға барам, иде немесе хакатонға просто барам, иде команда жинаймын да, және бастап кетем. И даже тегін білім алу қазақстанда өте көп. Ол бүкіл мемлекетте ондай бар деп айта алмаймын. Ол біздің бір артықшылығымыз. Әрине біз енді біраз кетіп қалдық деп айтамын, бірақ жалпы не болғанына қарағанда 2018-де мысалы мен нуристардың бір нелер болды, там первый хакатондар, программалар, бірақ ол кезде нарық олай дайын емес. Рыночный осында бір алдымызда кейстер жоқ. Мен көріп мысалы, болмады. Жоқ, бір жағынан енді нарықтың дайын болуына ол кезде себепкер адамдар болмады да, мүмкін. Немесе себепкер мемлекеттен қолдау болмады ма, мүмкін. Былай қалай, кәсіпкерлер ең бірінші қай жерде жеңіл ақша табуға болады, сол жерге барады. Егер сен мұнай саласы дамып жатты, ол жақта ақша көп, поставка дейді, енді Қытайдан товар, неше түрлі енді заводтар жетпей жатты, осы стакан, кружка шығаратын заводта керек болды. Нарық қай жерде үлкен, қай жерде сен тез ақша таба аласың, ең бірінші кәсіпкерлер сол жаққа барады да. Табиғи процесс. Табиғи процесс. Сондықтан бұл нарықтың сол экономика секторлары тек қана жабылмай, конкуренциясы үлкен болып, тек қана содан кейін ғана кәсіпкер тағы да басқа не істей аламын. Енді уже кружка шығара алмаймын, 2 завод бар. Ал енді стол шығара алмаймын, уже 3 завод бар. Ал мұнайға поставка жасай алмаймын, өткен бұлар уже 10 жыл поставка жасап жүр, мен уже кіре алмаймын. Сөйтіп уже мен жыл айтып жатқам, саған тесно становится, бір ниша табу қиын болып кеткен жағдайда барып ол енді IT саласына көшеді да, қолмен ұстай алмайсың ештеңкені. Бірақ 10 жыл, 20 жыл бұрын мемлекет оған себепкер болуы мүмкін еді. Бірақ енді Израиль бар, Корея бар, сол мемлекеттерде жасаған сияқты специальный технологический фондтар пайда болып, сол жақта ақша көп деген сигнал берсе, бүгінгі ситуациямызда басқаша болушы еді. Бірақ ол кезде жасалмады ол. Сондықтан енді біз органически қалай келдік, солай келдік. Сондықтан бізге 2018 жылы болмағаны біздің дамып жетпегеніміз емес. Мемлекеттің, бір адамдардың мүмкін фокусы болған жоқ бұл салада. Басқа да проблемалар болды. Мұнай дамып жатыр, бағасы жақсы, сол жаққа көштік. Біздің өте көптеген үйлеріміз ескі, Совет одағынан қалған, құрылыс саласы дамып жатты, бәрі сол жаққа кетті. Өйткені тез саласын, тез сатып алады, өте жақсы тез ақшаны табасын 1-2 жылда. Сондықтан бұл салалар дамып жатқан соң мемлекетті енді басқа салаларға көңіл аудармағандықтан бізде кішкене IT саласы енді артта қалды деп айта алмаймыз, бірақ біраз жақсырақ болған. Жарайды, ол бір өкініш не? Ол енді философиялық сұрақ, бірақ біз арттағы өзіміздің енді тарихымызға қарап қандай қателік жасадық, соны бүгін жасамау керекпіз. Өйткені бүгін айтып жатыр ғой, енді президент айтады, бәрі искусственный интеллектке кіру керек. Ол искусственный интеллект жай ғана IT-ға кіру керек деген сияқты әңгіме ғой. Ол не істеу керек искусственный интеллекттің ішінде? Адамдар үйретейік па? Хорошо, адамдар үйретеміз, оның бәрі ертең искусственный білген соң не істейді? Жарайды, OpenAI, антропиктарда жұмыс істейді. Бізге қандай пайдасы бар? Сондықтан стратегиялық подход керек. Жай ғана AI-ды қолданайық деген
ол тек қана сен пользователь болып Хасан бәріне ChatGPT-дің аккаунтын берсін деген сияқты бір не ғой оны келсем ол популизмдік жаңағы нелер ұрандар қазір там IT AI бір бизнес оған бармайды, ол да бір табыс болып оларға қызықты болмаса, оны қызықтыра білу ол басқа функция. Оған мен келгім келіп тұрған жоқ, ол мен ойымша сізде менде бізде жалпы халықта түсініп тұр көптеген жаңа қателіктер болды, оны кейін жалпы қазіргі нарықта енді қазір осы бар ретінде сіздер нарықта мысалы енді ең көп стартап көрген шығарсыздар, мен де ойлаймын енді жалпы осы біздің нарықта өйткені сіздер арқылы инкубатор арқылы хаб арқылы көп стартаптар болады және хабтың болуының өзі нетворк көп болғаннан кейін сіздерге көптеген стартаптар келеді. Well connected investor деген ол сіздерде Қазақстанда. Мысалы енді айта кетсеңіз, Қазақстанда қазір қандай сала прям көптеген стартаптар шығып жатыр осы жылдары? Мысалы жаңадан мысалы AI ма немесе финтек па, соны айтып кетсеңіз. Енді Қазақстаннан шығып жатыр деген мұнда пайда болып жатыр енді вот. Мен басты бір сұраққа дұрыс жауап өзім айта алмаймын да, и ешкімнен ала алмаймын. Қазақстандық стартап деп кімді айтамыз? Оны екеуміз бір дефинициясына келейік. Өйткені енді шетелде оқып жүрген біздің отандасымыз мектепті бітіріп кетті, Стэнфордта оқып жатыр. Бітірді, Қазақстан паспорты бар, көгілдір. Былай қарай онда. Енді стартап жасап жатыр. Қазақстандық стартап па? Емес деп ойлаймын, бірақ мақұл біз жақсы, Қазақстанға Өзбекстаннан адам көшіп келді. Осы жерде тұрып жатыр, бірақ өзбек азаматы. 5 жыл тұрып жатыр, 10 жыл тұрып жатыр. Қазақстанда стартап командасы қай жерде? Қазақстандық стартап па? Командасы қай жерде? Мақұл, дефинициясын бірге білдірейік. Сондықтан индрайвер бар, жақсы, командасы осында отыр. Қазақстандық стартап па? Қазақстандық деп айтуға болады, бірақ өте бұл не жоқ та, конкретно дефиниция жоқ. Сен қазақстандық стартап деп оны айта алмайсың. Ол қазақстандық ертең санауға бұл Қазақстанның азаматы жасады. Ол Қазақстанда менде бар бір-екі стартап. Қазақстанда тұрмаған балалар бар. Бірақ шетелде тұрып, енді бірақ азаматтығы бар, әке-шешесі қазақ болған соң азаматтығы бар. Қазақстанда тұрмаған, оқымаған. Оны стартап жасап жатыр. Енді не істейміз оны? Ол қазақстандық болып санау қиын, оны. Бірақ выходе сондықтан біз Қазақстанда пайда болып жатқан деген сұраққа өте қиын жауап беру. Біздің нарықта. Біздің нарықта деп айтсақ болады. Өйткені біздің акселератор жасаған кезде Азербайжаннан да келеді, Монғолиядан да келеді, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан бәр жақтан келеді. Акселераторымыз қатысады. Ол потокты да үлкейтуге болады. Осы потоктың ішінде әрине барлық салада искусственный интеллект қолданған проекттер көп. Бірақ барлық салада. Ол тек қана өйткені бізде әрине искусственный интеллектің өзін дамытып жатқан жоқпыз. Дамытуға білмеймін не істеу керек екенін, бірақ искусственный интеллект өзін дамытуға әлі алыстамыз. Кім Ерзат Хиксфилд жасап жатыр ғой. Ол да күшті проект. Бірақ енді ол өз искусственный интеллект жасап жатқан жоқ па? Ол искусственный интеллекттің базасында өте қызық видеолар анау жасайтын, обучение жасайды. А так искусственный интеллекттің өзін тілін жасау әрине ол өте қиын. Бұған да дефиниция керек деп ойлаймын. Искусственный интеллект AI-дың несіне. Бірақ өте күшті проект, өте күшті сервис, видео жасайды, өте соңғы видеоларын көргем. Күшті промпт жазасын, керемет видеолар шығарады. Бірақ бұндайды әрине сен басқа бір технологияларды, шетелдік технология қолданып жасайсың да, өйткені мощностьтарын жетпейді, мысалы, обучающий модельдерін жетпеуі мүмкін. Сондықтан қазіргі кезде жасап жатқан барлық салада, бірақ искусственный интеллект қолданып жатқан проекттер. Енді келіп жатқан неше түрі бар. Финтек көп, әрине бізде финтек саласы жақсы дамыған, банк саласы жақсы дамыған, қаржы саласы жақсы дамыған, финтек саласында көп проекттер келеді. Енді несі қиын, енді қалай өсу жағдайлары қиын салалар, oil tech, агротек, сондай бір жағынан бірақ Қазақстанның бар, бірақ өте қиын. Үлкен, бірақ өте қиын, немесе өте бүгінгі ситуация қарағанда технология жағы слабый проекттер келеді, бірақ саны бар. Мүмкін ертең саны сапасына көшеді. Жалпы индустрия өзгеріске
баяу келетін индустрия деп ойлаймын қазіргі жаңағы мұнай ойл компани немесе жаңағы жаңағы промышленный компаниялар өзгеріске инновацияға тез келуі қиындау да олардың бірақ келеді әрине қайда құдай кетеді қаласа келсе мен білетінім мысалы Қазақстан жалпы агродан өзінің үлкен потенциалы бар деп ойлаймын мысалы ойл бірақ стартаптар жоқтың қасы именно осы сфераларда оның проблемасы неде не үшін олай бізге кейбірде мындай дұрыс емес ойымыз біз Қазақстан бұл стартаптар Қазақстанда пайда болу керек деген ой бар да бізде мемлекетте бар пайда болу керек деген бізге ең бастысы Қазақстанда пайда болу емес ең бастысы Қазақстанда бірінші болып қолдану деген іске де келу керек та өйткені стартаптар жан жақта пайдалы болып жатыр сен Америкада мысалы там бір проект жасайсың бірақ Америкадан қолдана алмайсың өйткені там защита персональных данных болуы мүмкін или там банктер ондай жұмысты жасай алмайды біз мемлекет сияқты кез келген жерде қай жерде болсын стартаптарға келіп осы жақта гипотеза пилот жасауға ашық болатын мемлекет болу керекпіз да сондықтан ол агро саласын тек қана қазақтар емес кез келген келіп жасай алатындай ашық болсақ біздің агро саламыз қалай дамиды ол дамыған соң не істейді IT технология саласы көмектесіп жатыр дамып жатырмыз не істейді агро саласы бұл салаға ақша салады сондықтан ол бұл не бастады механизм жұмыс істей кетеді а бізде Қазақстаннан шетелдік азаматтарға келіп мына жерде стартап жасау әрине қиын бәрібір шетелдіктерге бізге кейбір мемлекеттен виза алу керек компания ашу деген сияқты енді қаншама жеңіл жасап жатқан соң бәрібір оңай емес және маркетинг саласы слабый бізге Қазақстанға білмейді көбі келіп жасауға болатын жағдайымызды білмейді екіншіден ол мына жерге келсе ақша жоқ ол ақша таба алмайды бұл нарықта не үшін жұмыс істеймін мен егер ертең инвестиция таппасам ақша таппасам деп ондай талантты азаматтар шетелдің азаматтар келді бізде енді геополитический былай сұрақ қойса барлық мемлекеттер қазір талантты азаматтарды өз мемлекетіне тарту ең бірінші соғыс сол жерде болып отыр да жер соғыс емес андай ең бірінші талантты азаматтарды өзіне тарту ол жағынан әрине ақш бірінші орында барлық талантты музыкант болсын профессор болсын ақшқа көшкісі келеді өйткені ол жақта ондай азаматтарға барлық системалар құрылғанда грантын да береді көмегін де береді ол жағынан олар жеңіп жатыр ол жеңісті қалай көреміз топ 500 Forbes-ты қарасаң ақш компаниялары ойлап тапқан проекттер мысалы көбінесе сондықтан бұл соғыста жеңіске жету үшін сен мемлекетке көп талантты адамдарды тартуға енді жағдай жасау керексің да сонда мемлекетте IT саласы дамиды білесің ақшта 56% па ең бай компаниялар эмигранттар жасаған жартысынан көбі ақш азаматтар емес ақшқа көшіп келген эмигранттар жартысынан көбі компанияларды ойлап тапқан өсірген сонда сіздің айтуыңыз бойынша мысалы мемлекеттің бұл жерде рөлі орасан 90-80% енді қазір актуаль бір жаңалық фонд туралы айтылды сіздердің де үлестеріңіз көп мен білемін жалпы осы фондовтың құрылуы 1 миллиард туралы әңгіме болып жатыр қаншалықты ол іске аса шансы бар 1 миллиард суммада мен ол оған дейін 1 миллиард суммадағы инвестиция көлемі болған жоқ жалпы қалай ол қандай форматта болады ерікті ретінде немесе сен енді ол жағын айта алмаймын бұл енді мемлекеттің инициативасы дұрыс инициатива әрине дұрыс жасау керек енді ақша жинау енді бір жағы енді ақшаны қалай тарату кімге тарату екінші жағы сондықтан енді кімнен ақша алады кімді біреуді қинай ма өздері алып келе ма ақшасын енді бұл ол жағы сізді қызықтырмайды біздің проблема емес мемлекет енді инициация жасаса өздері табады деп ойлаймын кім беретін кім бермейтін өздері шешсін бірақ 1 миллиард деген мемлекетке үлкен ақша емес негізі бірақ үлкен ақша емес даже 1 миллиардтан өзі егер біз технология саласында бір дамыған мемлекет болайын десем ол ақша да аз сондықтан 1 миллиард доллар бізде кейбірде айтады сен сол 1 миллиард долларды жол салсаңдар мектеп салсаңдар анау
үй кеші жоқ балаларға, адамдарға көмектесеңдерші деп айтады да. Яғни ол бүгінгі проблеманы шешіп болашағымызды күйдіргенге тағы да болмайды. Ол жолға одан да көп ақша кетеді. Сондықтан ертең біз өзіміздің бала-шағамыздың, Қазақстан мемлекетінің, біздің енді болашағымызды ойлайтын болсақ, бұл салаға көбірек ақша. Мен кейбірде ойлаймын, бұл жарайды, бұл жолды салмай ақ қойшы, бұл дворды жөндемей ақ қойшы, сол ақшаны IT саласын дамытуға салыңдаршы. Ертең 10 жыл, 20 жылдан кейін тапқан ақшамен алтын жол салып береміз. Бірақ шыдау керексің да. Өйткені енді егер бұдан 10-20 жыл бұрын жасамасақ, бір күні бастау керексің. Айту, бұған ақша жетпейді десең, өмірі жетпейді ақша. Бір нәрседен бас тарту керекпіз. Бір нәрседен бас тартып, болашағымызға ақша салу керекпіз. Бірақ бұл қайттан дилемма ғой. Андай, қазіргі мен мемлекеттік шенеуніктерін айтамын да, олар 10 жылғы күтуге дайын емес ешқайсысы. Оны сіз де білесіз. Әрине, өйткені олар 10 жыл жұмыс істемейді бір жерде. Сол ғой, маған көрсету керек. Проблема сол да. Оны қалай шешеміз енді? Ол бөлек әңгіме. Ол бөлек әңгіме. Сондықтан бұл фондовтың үлкен үлесі болады. Бір ғана сұрақ бар, ана жолы официально айтып кеттім, мен енді ол инсайт емес, инсайттық информациям да бар, оны айта алмаймын. Бірақ официально кездесуде айтқан информация сұрақ туғызады, осы 1 миллиардтың 70% шетелдік фондтарға кетеді деген. Сол жағы маған түсініксіз, өйткені осыны оқыдым, 7%. Оның несі қандай сонда? Мен ойлаған миссиясы қазақстандық нарықты дамыту. 70% сыртқа болса, ол инвестиционный фонд, самұрық-қазынаның қандай айырмашылығы бар деп? Әрине, егер сен ол біздің национальный фонд бар, шетелге ақша салып жатыр, ақша тауып жатыр. Енді ақшаны көбейту маңызы бар структуралар бар ғой мемлекетте. Олар жұмыс істесін, шетелдік облигация сатып алады, ол Қазақстанға жұмыс істеп жатыр ол ақша. Бұл ақша Қазақстан үшін дамытуға арналған ақша. Сондықтан мен түсінігім, жарайды, сен 1-2 мүмкін шетелдік фондқа бер ақшаны, 70% емес. Оларға сен тек қана қазақстандық компанияларға ақша стартапқа инвестиция бересің деп жаза алмайсың. Олар өздері таңдайды. Салғымыз келсе саламыз, салғымыз келсе салмаймыз. Сондықтан бұл 700 миллион қаншасы қазақстандық компания берілетін вообще белгісіз. Сондықтан мен айтатын, полностью 1 миллиард Қазақстанға салыңдар. Жоқ па? Ертең айтыңдаршы. Мына жерде 1 миллиард ақша жатыр. Егер сен IT стартап жасасаң, инвестиция аласың. Қанша кәсіпкер пайда болады? Мыңдаған кәсіпкер өзінің классический бизнестарын тастап, IT стартап жасайды. Сөйтіп сен қанша Қытайдан болсын, Монғолиядан болсын, Тәжікстаннан болсын, қай жақтан да адамдар келіп Қазақстанға офисын ашып, офисын ашып Қазақстаннан ақша алуға тырысады. Мұнда қанша талантты адамдар келеді. Сондықтан егер мемлекет көп ақша бөліп отқан жоқ, ол жерде частный бизнесмендер беріп отыр. Ол бизнесмендердің итак ақшасы бар. Уже жұмыс істеп тапқан ақшасы ғой енді. Тапқан ақшасын мемлекет оның үстіне тағы да ақша тауып беруге көмектесіп жатыр ма сонда? Сол жағынан түсініксіз да? Ол благотворительность ретінде практически беріп жатыр. Сен оны Қазақстанда дамытуына сал. Сол сұрақ, енді ана жолы премьер-министрмен кездескенде де бір туындаған сұрақ, ол жағын енді бір нәрсе қылып, енді біз нарық айтамыз, бірақ бізге енді рычаг давлениеміз жоқ. Просто мен миыма логически келмейді да, ол сен фонд ашасын, бұл жерде фонд ақша келтіру, на этом заработать болса, бұл басқа подход да. Бұл жерде Қазақстанның, мен ойлаймын, прям үлкен посыл болды да, Қазақстанның венчур жалпы фондтарды, жалпы нарықты дамытамыз дейді да. Потом бір кішкене 70%, 30% Қазақстанда болады. 70% туралы айтқан жоқ, ол сыртта болады деп, бірақ понятно, логически. Мұнда мен мақұл. Айтуы мүмкін енді, мұнда Қазақстанда ол соншама проект жоқ, сонша салатын. Айтыңдар, Қазақстанға көшіп келіңдер, ақша береміз деп, басқа да 70%-ін қазақстандық емес стартаптарға, көшіп келетін стартаптарға береміз десе, ойлашы, қанша мың стартап, мұнда қандай технологиялармен кеп, Қазақстанның Гарна-Рудка, мұнай саласын, банк саласын, бәр жерге жүгіріп, технология көрсетіп, ауыстырайық деп жүгіріп жүрсе. Мен ойымша ол кезде тек жаңағы орталық Евразия емес, жалпы
Европаның жаңағы балтийский мемлекеттердің келеді. Менің ойымша да Индияның да келеді, әрине келеді. Отыр да таңда ең күштісіне бер. Иә. Негізі сөзіңіздің жанында толықтай келісемін. Жалпы бұл тақырыптан былай көшетін болсақ, жалпы енді сіз айтып кеттіңіз, венчурлық фондтар, бірінші фондыңыз 5 миллион жасалды, енді келесі фонд қазір уже жаңағы құйып жатсыз. Бастап жатырмыз ғой енді. Осы келесі фондтың инвестиционный стратегиясы бірінші фондтан өзгеше бола ма? Жоқ, болмайды, тек қана стадиясы басқа. Кейінірек, стартаптардың енді 500 мыңнан 1 миллион долларға дейін керек инвестиция раундтарында қатысамыз. Менің ойымша, жалпы Most Holding'тің жалпы 4 направлениесінде ең маңыздысы сіздер үшін ол венчурлық фонд болады деп. Бірақ нарық үшін ең маңыздысы жаңағы обучение, нарық үшін, жалпы эгоистично қарасаң, нарық үшін ол өйткені сіздер тегін Қазақстанда нарық дайындап жатсыздар. Қазір бұл айра болмаса қанша 30-40% стартап болмау шансы мүмкін. И менің сізге тілейтім тек табыс. Жалпы бүгінгі подкасттың жалпы менің ойымша флоу жақсы болды, өйткені көптеген Қазақстанның тақырыптарын, ішкі тақырыптарын айтып кеттік. Соңғы сіздің стартаптарға, Қазақстандағы стартаптарға немесе бір жас буын өзінің бір саланың мамандарына айтар бір сөзіңіз, бір өсиетіңіз болса айтып кетсеңіз. Енді айтатын болсам кәсіпкерлерге айтайын, өйткені өзім кәсіпкер болған соң басқаларына енді қалай жұмыс істеу керек, не істеу керек екенін білмеуі мүмкін, экспертизам жетпеуі мүмкін. Ал жас кәсіпкер деген біздің технология саласына келіп жатқан жас кәсіпкер 50 жаста болсын, 60 жаста болсын, бізге жас кәсіпкер. Өйткені ол мүмкін ресторан ашуды біледі, завод салуды біледі, бірақ IT проект жасауды білмейді. Сол үшін ол бізге келеді де, білімін алады, қалай жасайды. Сондықтан ол бізге жас кәсіпкер болып бәрібір есептеледі. Сондықтан енді IT саласына, технология саласына келіп жатқан жас кәсіпкерлерге ең бастысы тәуекелді қорықпай, өте күшті, өте үлкен амбициозды проблеманы шешу керек та. Өйткені енді 80% бәрібір оны жасамайды, мен айтқаныммен. Бірақ 20% жер шарында болған проблеманы шешетін болса, тек қана қазақстандық проблема емес. Бізде көп мысалы стартаптар келеді да, мен математиканы қазақ тілінде дамытуға, оқытуға жасайтын стартап жасайды. Жақсы, керемет, қазақ тілінде мүмкін математиктар көбірек шығады. Бір проблема шешті. Бірақ біздің келсем. Ғаламдағы проблема шешкен жоқсың. Жер шарында болған проблема шешкен жоқсың. Ол бізге Қазақстанға көмектеседі, бірақ саған көмектеспейді. Сондықтан мен бір месседжім стартап жасардың алдында бұл проблеманы жер шарында бар ма? Егер сен жер шарында шешсең, сен енді стартапын өсіп кетсе, миллиардный компания, Forbes списокта жүресің, NASDAQ-та, IPO-да шығып, Facebook-ның жанында списокта тұратын шығарсың, Elon Musk сияқты $1 миллиард болса, Қазақстанға қандай сен көмегін тиеді? Бренд ретінде. Даже бренд ретінде. Сен тапқан ақшанды қай жерге жұмсайсың? Қазақстанға жұмсайсың. Сондықтан кәсіпкерлерге айтатыным, тәуекелден қорықпай, тәуекелді өзіне алып, риск алып, өте амбициозный, өте жер шарына барлыққа экология болсын, медицина болсын, білім саласы болсын, бір үлкен проблема шешетін проект жасаса, соны жасауға ойланса, Қазақстан дамуына үлкен септігін тигізеді. Керемет. Бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Сіздермен болған Мерат Ахметсадықов, Most Holding'тің негізінің қалаушыларының бірі. Келесі бағдарламаларда кімді көргілеріңіз келеді, соны жазып кетсеңіздер. Сіздермен болған Инвест Дала. Рахмет. Сау болыңыздар.